Қайырлы күн. Егер де сіз өзіңіз дайындаған чек-листті осылай артында водяной знак сияқты сіздің данныйларыңыз тұрсын десеңіз, онда сізге Canva керек. Canva'да сіз документті чек-листті дайындайсыз, Word'да емес. Canva'ға кіргеннен кейін плюсик батырмасын басасыз и сол жерге документ в формате А4 деген размерін таңдап аласыз. Менікі 21-29 пиксель. И сосын документ ашылғаннан кейін галереяңыздағы дайындап алған алдын ала водяной знагын әкеп қоясыз. Ол водяной знакты қалай дайындау керек екен мен видеоның 2,5 минуттарында көрсетемін. И осылай екі жағынан ұстап тартып артына әкеп қоясыз. Потом астында плюсик деген батырманы басып, текст дегенді қоясыз. Текст деген басасыз да, сізге қажетті текстті қоясыз. Ол жерде мысалы подзаголовок бола, заголовок бола, мен основной текст деп алдым. И сосын кейін сол жерде сіз жаңағы керекті сөздеріңізді копировать етіп аласыз. Ол может блокнотта копировать етіп алдыңыз ба, соны әкеліп мына жаққа просто вставить етесіз. Текстіңіз мешать етіп мысалы оқылмай тұр, и астындағы прозрачностін азайтады. Астындағы фонды басасыз, прозрачность дегенді тауып алып, жаңа жылыстыру, соны мынандай текст оқылатындай дәрежеге кішкене түсіресіз. Чек-листіңіз примерно неше бет болады, например, 9 бет болуы мүмкін, 15 бет болуы мүмкін. Мынандай водяной знакты қайта-қайта қойып жатпас үшін, документті басқаннан кейін шетінде мынандай слойлар тұрады. И соны басып, астындағы дублировать деген кнопканы баса бересіз. Қанша бет керек сонша. Мен егерде 5 бет қылып сақтап алдым. И сосын кейін бұны сіз картинка ретінде сақтамайсыз. Бұны документ ретінде сақтағаннан шетіндегін басып, скачать PNG емес, стандартный PDF файл дейсіз. Керекті беттерін тоже все страницы дейсіз. 10 бет па, 5 бет пе, потом астындағы сохранить деген батырманы басасыз. Ол сіздің телефоныңызда загрузки тама сақталады. И сосын кейін соны мынандай Wordпен ашылған кезде дәл осындай мінекей кәдімгі полноценный документ болып тұрады. Енді водяной знакты дайындау үшін сізге студия приложениесі керек болады. Ол студия приложениесін көшіріп алғаннан кейін осылай артындағы плюсик деген батырманы басып тоже керекті размерді таңдап аласыз. Мен портрет таңдадым и артында водяной знак сияқты болып тұратын сөзіңізді жазасыз. Сол сіздің аты жөніңіз болуы мүмкін или бір логиніңіз болуы мүмкін дегенде. Сосын артынан алып керекті шрифтісін таңдап, размерін таңдап, оның түсін қойып, мына жерде астындағы цветін таңдап, копировать етіп, вставить етіп, осыны көп қылып жасап аласыз. Мысалға, біреу емес, бірнешеу болсын десеңіз, артында прям көп болып тұрсын десеңіз, онда осы сөздеріңізді қайта-қайта копировать етіп, вставить етіп, копировать етіп, вставить етіп, сөйтіп қайта-қайлап жасайсыз да. И сосын кейін тоже прозрачностін азайтып дайындап аласыз. Мына жерде қазір дайындап жатырмын. Осылай міне жаздыңыз и керекті жеріңізге қиғаштап, болсын әйтеу керекті местаңызға қоясыз. Потом осының слойдың өзін дублировать етіп ала аласыз. Тоже қайта-қайта жазып жатпас үшін осылай дублировать етіп, тоже артына әкеліп қоя аласыз. Потом астындағы opacity деген жеріне прозрачностін азайтасыз да. Екеуісін бірдей қылып, мен 34%-ке қойдым. И плюсик деген батырманы басып, бұл фотоны галереяңызға сақтап аласыз. Сосын кейін осыны сақтап алғаннан кейін сіз жаңағы Canva'да артыңғы галереядан тартып әкеп қойдым ғой, сол сияқты әкеліп қоя бересіз. Қарап тұрсаңыз арты шақпақ-шақпақ, бұл PNG файл, яғни без фона. Видеом пайдаңызға асса өте қатты қуанамын. Каналыма жазылып, лайк басып, комментарий қалдырып кетуіңізді ұмытпаңыз.